тура жанынан чыгып күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін 7 март. Мен чөп чайымды ішіп отырмын. Қуанышқа өстіп мультик қосып қойсам, ата бұм деп өстіп атасын телефонын қарап отыр. Солай жағдай. Қара нанды жейді өзі. Жақсы көреді. Соны сұрап деп отыр. Және мама екеуміз базарға барып очки сатып алдым. Әрең дегенде алдым ғой. Қалай жарасам екен? Ал мамамның подарогы. Şimdi расаялам. Şimdi халатик. Жаңа киіп көргім. Дәл екен. Душтан шығып демалып отырмын. Короче, бүгін біз Назымдар Астанада ғой. Соларға заказбен тюльпан жібергенбіз ғой. Соның доставкасы қашан болады, қашан алады екен деп кешке тосып жүрмейміз бе? Соны айтып алады, олар мәз болып қойған. Потом сөйлесеміз видеомен. Сөз біреу звондап жатады. Алмай қойды. Соны сөйлесіп болғаннан кейін қайттан звондайды. Алсам, біреу өстеді. Сәңіз бе доставка үйдесіз бе дейді. Я дедім де сонда еске қоясың. Жарайды дедім. Может бір қателесті ма деп. Маған доставка жіберетін. Ешкім жоқ деп ойладым да. Соны бір кезде душқа түсейін деп жүргенмін. Бірақ сонда да үміттеніп тосып жүрдім. Кім келеді, не келеді. Соны бір кезде келді. Клубника в шоколаде. Клубника в шоколаде. Кім жіберді деп ішінде запискасы бар екен. Сөйтсем менің бизнестағы наставникім Бибигүл деген жіберіпті маған. С 8 марта деп. Еще эксперт болдым сол үшін. Сол бірінші рет клубника в шоколаде жедім ғой. Күшті екен. Рахмет.